Сәлеметсіздер ме? Желідегі жеткіншектердің жағдайы қандай? Бұл жөнінде біз бүгін арнайы эксперимент жүргізіп көрдік. Дәурен есімді жасөспірімнің атынан ашылған фейк парақша арқылы Әсем атты арумен әңгіме дүкен құрдық. 2 апталық әңгімеден кейін Әсемнің сенімінен шығалдық па? Біз бүгін оны кездесуге шақырдық. Бүгінгі экспериментімізге Әсемнің анасы куә болмақ. Ендеше, сіз қалай ойлайсыз? Әсем бейтаныс біреумен кездесуге келе ме? Жоқ, мен қызым кездесуге кез келген адаммен жоқ кездеспейді. Мен сенімдімін. Мүмкін емес. Әсем, сәлем. Дәуреннің мамасы ба? Дәурен дүкенге кетті. Кел отыр. Қазір келеді. Әсем, қайда шықтың? Дәурен деген бала ма? Қандай Дәурен деген бала мен, Әсем? Әсем, 2 апта бойы сенімен әңгіме дүкен құрған мен болатынмын. Мұнда ешқандай Дәурен деген жігіт жоқ. Егер шынында бұлай әңгімеңді жалғастыра берсең, мүмкін шынында алданып қаларсың. Қайда бара жатсың сен? Кешірші, мама, алданып қалдым. Сен қалай алданып қаласың сен, Әсем? Мен сені осылай тәрбиеледім ба? Әсем, сенің есің дұрыс па? Мен саған мына телефонды сол үшін әпердім ба, Әсем? Сен ұрлап кетсе мен не істеймін, Экспериментімізді 13 жасар Арманмен жалғастырмақпыз. Арманмен Лаура болып 2 апта бойы танысып, әңгімелестік. Ал қазір кездесетін орынды белгіледік. Қалай ойлайсыз, Арман бұл кездесуге келе ме? Мүмкін емес. Мен әрдайым балама тапсырма беріп отырамын. Ол сабақтан шыққан соң міндетті түрде үйде отырады. Мен сенбеймін. Мен барынша 2 апта бойы Арманның көңілінен шығуға тырыстым. Сеніміне кіруге тырыстым. Ендеше күтейік Арманда. Күтейік. Мен Арманға үйге кіре бер деп айттым. Өзім дүкенге кеттім дедім. Арман? Не істеп жүрсің бе? Кешіріңізші, кет. Не кешіріңізші? Мен саған не дегенім? Үйде отыр дедім. Мен саған не дегенім? Үйде отыр дедім. Не жүрсің бе жүрді? Мен саған сеніп жүрсем? Қайталдым. Не қайталынбайды? Бөтен үйде жүрсің дейсің бе? Кімге келдің? Басын көтер, кімге келдің? Бір өзім. Жоқ, кімге келдің? Досыма. Қандай досың? Көргенсің ба оны? Танисың ба? Неге келдің онда? Басын істей ма сені? Маған қара. Басын істей ма деймін? Мен саған осыны тәрбие беріп жүрмін ба? Арман, 2 апта бойы сенімен Лаура болып танысқан мен едім. Біз қазір жеткіншектердің әлеуметтік желіде кіммен араласып, кіммен сөйлесіп жүргенін зерттеу барысында көз жеткізгіміз келген. Әкеңді осында шақырған мен едім. Кез келген адаммен кездесуге келіспе. Қайталдым. Осы бейнероликтен көргендеріңіздей балаларды алдау өте оңай. Сондықтан ата-аналар балаларыңызды желіде кіммен, қандай тақырыпта әңгімелесіп жүргенін қадағалағандарыңыз жөн. Және әрдайым ескертіп, бейтаныс адаммен кездесуге бармау керектігін айта жүріңіздер. Сақтықта қорлық жоқ.